Мен дайынмын. Кет. Есікті жабайық. 1, 2, 3. Жазылған екен. Мен жасаған сандықты іздеп табыңдар. Ой. Мынау жалғыз жазу вообще. Иә, мен өше басқа жазылып тұрған еш нәрсе көрген жоқпын. Бірақ мен күмәнім бар бұл екеніне. Өйткені білмеймін, көз алдымыз... Тұра тұр, көз алдымызда жазылып тұр. Көз алдымызда жазылып тұр. Так, иә, бірақ ары қарай не істейміз? Иә, жазылып тұрғаны рас. Мына суларды аламыз ба? Алдық, иә. Төгеміз ба? Суды алып көрейін. Жоқ. Суды алып көрейін. Суды алып көрейін, еш нәрсе жоқ. Не деген ол? Не істеп бір үйтіп көреміз әлде. Жылжытып, білмеймін. Мүмкін атып, секіріп, қарап, жалап. Даже білмеймін, қалай. Қазу өте ұзақ мына нәрсені. Бір нәрсен. Ема, бір нәрсен. Дауыс шығып тұрады мен. Не мынау? Тұр, мына жақтар секірсем, обычный жермен секіріп жүрген сияқты болам. Қара, иә? Ал енді мына жаққа қарап кетіп қарашы. Қарай. Мына жақтарда. Байқайсың ба? Так, мына жер обычный, иә? Кәм жерде секірген сияқты ғой мына жер. Мына жер ше, мына жер қара. Қайсы? Мына жер басқаша мына жер. Вот именно. Күректі алып. Күректі алып көр. Қаздамыз. Менің ойымша кинолардағыдай сондай бір бәлені жасап қойған ғой ол адамдарда ше. Ол адамдар бар емес па? Может, нұсқаулық қой бізге. Ой. Ойбай, байқамай, ренжіме досым. Неге соғасың сен мені? Әдейі дейсің ба? Мә саған. Бірде бір. Менде күрек қой досым. Жақсы, алмазный броняк. Бергел. Болды. Давай, қасып көр. Так. Не бар мұнда? Жазудың бәрін қазайын ба әлде? Бәрін қаза бер, сол жердің айналасын бәрін қаза бер. Менде күрек алып келсем қалай? Күрек алып кетсең болады, алмаз күрек жасап алсаң. Хорошо, қазір алмазный күрек жасап келейін. Сен оған дейін жайлап қаза бер, жұмысыңды жасай бер. Тын деген өлең қосу керек мына жаққа. Ема, мен не тапқанды көрсең ғой. Кеттік. Уже таптың ба не? Досым. Мен енді лопата жасап атырмын ғой мен. Досым, қой оның бәрін. Қарасай. Өрме. Чего? Ем. Қаз бәрін. Давай, қазамыз. Так. Кет. Бәрі, бұз бәрін. Сындыр шаш төк. Аяма біз миллионерміз. Кет. Мұна байлықтары, мұна алтынды қара. Ай, бұл. Тұрғанат. Досым. Бұрынғы өмір жоқ енді. Мен бай, ой, біз баймас, ема. Не ол кетті? Күте тұр, мен қарным атташы отыр. Қарным ашы отыр, кетті, тамақ жойықшы бірінші. Тамақ өк білім. Не болып отыр, бәйше? Сандықты аштың ба? Болды, мынау ема. Сандықты ашайын ба? Аш. Қарасай не бар? Так, 1, 2, 3. Шапада. Ема. Көрдің ба? Мәссаған, сен алдандың айдарына қош келдіңіздер болып жүрмейік қазір. Бұл жерде камерамен келіп тұрмасын біреу. Досым, байқадың ба? Не болды? Екі тағы да бөлінген. Екі адамға арнайы жасап қойған сияқты. Бұл жақсы емес па? Иә, жақсы, бірақ анауысы да екіге бөлінді. Біреуінің өзі бәрімен жететін еді ғой, бөлісіп алсақ дұрыс па? Иә, әрине. Бірақ мына жерде 2 меч тұр. Жақсы, ладно, рахмет. Рахмет үлкен. Кім мынаны жасаған? Нұсқаулық рахмет. Көп. Нұсқаулық, иә. Бәрін албайық жаймен деп. Так, опа. Мен жақтағы санып қойдың ғой, бұрын. Жақсы, екеуміз бір емес пе? Иә. Десе, золотыларын бәрін жинай бер жаймен деп. Бөтелкенің ішіндегі кеме.
алып кетейік кеттік. Алып ал. Так, мынандай нәрсе бар екен, тағы да қылыш. Мынау не тағы? Так, мен қазір үйге барып қайтайын. Стейкті жеп алайын, күшті стейкті. Так, енді сандыққа салып тастайық. Болсын біз деген. Мына жаққа емес. Мына ұнай бастады мына арал маған. Маған да ұнай бастады жалпы. Бірақ менде бір сұрақ. Шығу керек. Менде бір сұрақ. Менде бір ғана сұрақ бар. Бір сұрақ. Мына нәрсені істеген адамдар тек осы нәрсені табыңдар деп жіберді ма сонда? Бір ғана нәрсені. Мұнда нұсқаулықта жоқ, дымда жоқ, мысалы. Сосын менде екінші сұрақ бар. Мына алған нәрселерді біздер өзімізбен бірге алып кете аламыз ба? Біз беше шыға аламыз ба мына аралдан? Мен осы сұрақтарға шынымды айтсам қазір жауап беруге түк желание жоқ. Мен настроением көтеріліңкі, көріп тұрсың, бізде алтын бар, изумруд, басқа тағы да байлықтар, оның барлығы да біздің. Досым, ойлас, бірақ бізде алтын, алмаз бар, бірақ не сатып аламыз мына аралда? Ешкім жоқ, монстрдан басқа. Оның рас енді, дұрыс айтасың. Бірақ әдемі тұр мына жерде. Осылай дайындап қояйық та, алып кетуге ше болашаққа. Так, осылай қоямыз. Бізде сап деген талпа ғой, байқадың ба? Қалайдан өте көп. Так, енді тұр. Стоп. Мен ешнәрсе мән бермеймін. Ешнәрсе. Сонымен не істейміз ары қарай? Так, мен білмеймін даже. Біздер давай разбираться етейік, енді дым берген жоққа бізге нұсқаулық. Үшінші тапсырмаға ешнәрсе бізде жоқ. Ешнәрсе жоқ. Қара жерге отырғызып қойды бізді. Әрине мынау күшті барлығы алмаз, алтын, бірақ оны жұмсай алмайтын болсақ не керексі бар деп ойланасың ғой. Так, енді ойлан. Көз алдарында тағы. Бағдарламасына қош келдіңіздер. Болып кеттік қой что-то. Так, секірем. Секірсем мен жақсы ойланам обычно, көрейік. Ойыма түк келген жоқ. Тағы да жоқ. Бөшкелердің. Мұнда. Білмедім. Өйше дым түсініп тұрған жоқым негіз. Енді қалай істейміз енді? Біз мына аралдан қалай шығамыз? Ойланам деп түн батып кетті ғой уже досым. Бір шешімге келейік құрсын, болмайтын. Так, лучше ұйықтап алған дұрыс. Ұйықтаймыз. Ұйықтайық. Ертең барлығын шешеміз. Ертең дейсің ғой, Лучше есікте жаба сал, мықтылап. Себебі зомбилар бар екенін өте қатты жақсы білесің. Төменге түсті. Шайқастым ғой. Көрдім қалай екен. Шынымды айтсам, досым. Мен күдіктеніп отырмын бір нәрселерден, конечно, но қазір бізге жату керек, мен соны ғана. Лучше сөйтейікші, ештеңені ойламайық. Тып-тынышымен жатайық, ұйқыны тірейік, былай айтқанда. Ертең таңертең тұрып бәрін разбираться етеміз, барлығын. Дұрыс па, досым? Әке, қолды беріп қойшы маған. Опа! Ой. Жақсы. Шеп. Жақсы болды. Ұйықтаймыз. Қайырлы түн, досым. Ертеңге көріскенше бұйырса. Болды. Братан, қойдым. Давай, пока. Сонда үшінші тапсырмаға жоқ. Қалай сонда жоқ, мен түсінбедім. Қалай жоқ ол? Ойлан, қанат, сен түсінуің керек бір нәрсені. Егер мен тағы да қарайтын болсам ше манағы жерді. Бірақ мына османсыз қараған дұрыс емес бір жағынан, тәуекел, мүмкін жалғыз қарайтын нәрсе шығар ол. Жақсы, көттік. Күректі алдым, барлығы дайын, енді жәймендеп осылай қазуды бастық. Так, мұнда болу керек қой, точно болу керек қой, қайда? Опа! Хоп! Шаман емес. Но не тағы? Молама немене тағы да бір? Так, мұна жақта уже бізде неше мола болып тұрсын? Окей. Жан жағында еш нәрсе жоқ. Хотя бұл бір нәрсе. Сықпау мүмкін. Так, қараймыз.
Охо. Так, Окей, ешкім білмейді. Жауып тастаймыз. Так, таң атыла жатыр. Тез жауып тастау керек маған. Хоп. Тез. Хоп, осылай. Хоп, ешнәрсе болмағандай. Все. Так, мынау келесі соңғы тапсырмаға нұсқаулық болу керек. Так, оқимыз. Құттықтаймын. Сендер соңғы тапсырмаға жеттіңдер. Соңғы тапсырма сендердің біреулеріңнің үшін соңғы күн. Себебі бұл аралдан жалғыз бір адам аман шыға алады. Ойынның шарты солай дейді. Сәттілік. Түсінікті. Мен түсіндім, бірақ бұны Осман түсіне ме екен? Әрине жоқ. Так, сағат 7 болып қалыпты уже. Әрине нота жоқ қасымда. Нота жоғардасың ба? Жоғарда бір тексеріп қайтайын. Әдеті бар ғой бір нәрсе құрастырып отыратын. Так, жоғарға шығамыз. Нота не істеп жатыр анау? Так, барайық қазір. Нота не істеп жатыр? Біздер вообще ешкім жоқ аралда. Необитаемый островта екеуміз. Нота! Нота, не істеп отырсың? Көріп тұрған жоқсың ба не? Жоқ, көріп тұрмын бәрін. Сен алтынды еще мына жерге әкеліп қойғансың. Еще қолыңда пистолет. Зачем? Неге? Нота, не үшін? Бізде жұмыстар өте көп. Бірінші мақсатымыз мына аралдан тірі жақындарымызға оралу. Ал сен болсаң, какой-то мағынасы жоқ нәрсе істеп жатсың. Осман, саған бір сұрақ қойсам бола ма? Қой. Неге сен тупойсың? В смысле? Көріп тұрған жоқсың ба не істеп тұрғанымды? Жатыр мына жақта демалып. Жоқ, түсініп тұрмын барлығын. Но бірақ зачем саған? Екеуміздің мақсатымыз ауылға қайту ғой, дұрыс па? Бізге оқ керек, обязательно оқ керек. Маған гарантия бере аласың ба ауылға қайтаратыма? Мені бере алмайсың. Сен осы ауылға келуге маған, осы аралға келуге маған сен путевка берген, сен бәріне кінәлі, сен білесің ба? Мен ба кінәлі барлығына? Хабарың жоқ. Сен кінәлі, өткен сен осы аралға мені айдаладағы аралға әкелгенсің. Мен кінәлімін ба барлығына? Осы жағдайдың барлығына мен кінәлімін ба? Сен. Екеуміз қалай келістік басында? Екеуміз әдемі келістік. Есімде жоқ, маған бәрі қалай келістік те. Екеуміз, сен өзің путевка сұрадың менен. Алып беш маған деп. Досым ретінде мен саған алып бердім. Ал сенің рахметің осы ма? Конечно, білем барлығы неудачный шықты, мұның барлығы білем, бәрі, конечно, жаман. Но бірақ мен саған жақсы болсын деп, жақсылық үшін істедім бұның бәрін. Бірақ сен қазір өйтіп жақсы сөздермен мені не қылма. Жоқ, мен түпкі ойыңды білем. Сенің түпкі ойың. Менің түпкі ойым неде сонда? Ойың. Мына алтын, алмаз, барлығын. Менің түпкі ойым сонда ма? Жалғыз өзің алып кетуге тырысып жүрсің. Мен білмей жүр деп ойлап жүрсің ғой, білмей жүр. Сонда мені кім көріп отырсың сен? Байқамайды, мен топас деп ойлап жүрсің ғой, Мені сонда кім көресің сен сонда? Бір сұрақ саған. Мен сені. Неге сен мынандай какой-то грязный сөздеріңмен мені маған сөйлеп жатсың? Білесің бе? Мынау екеуміздің тапқан сандықтағы заттардың бірі. Бұл қару. Не істей алады деп қазір менен сұра. Не істей алады? Бұл қару. Мына кеменің білесің ба не істей алатын? Не істей алады? Бұт шытын шығарып тастай алады. Мен қазір саған оны көрсетем. На кеме. Нота, не істеп жатсың сен? Мен де. Нота, бәлкім мына кемемен біздер қайталамыз ғой, ауылға басың ауыра ма сенің? Қандай қайтқан, бұл проклятый кеме ешкімге керегі де жоқ бұның. Асықпа, әрі тұршы менен, өтініш. Күте тұр. Қорқып тұрсың ба уже? Мен еш нәрсе істемеймін, бірақ сен маған бір нәрсе істеп жүрсің. Ойластырып жүрсің. Әлде мен тупой көресің. Мына кемемен бәлкім біздер ауылға қайталатын едік қой, Нота. Саған не болды? Кеше ғана бәрі басқаша еді ғой. Не болды? Сен менен сұрап тұрсың ба оны? Оңбай? Жоқ, Осман, сен
либо топассың, либо сен мені алдауға тырысып отырсың. Түсініп отырсың ба? Жо, мен саған бір сұрақ қоямын, болды. Басқа еш нәрсе қоймаймын. Бір сұрақ. Өтініш, соған жауап бер. Сен ауылға қайтқан келмейді ма? Мен ауылға қайтқым келеді, дәл сен сияқты. Бірақ сен менің қайтуыма кедергі жасайсың. В смысле? Себебі сен жалғыз өзің барлық мына құндылықтардың бәрін жалғыз өзің алып кеткің келеді, түсініп отырсың ба? Мен ба? Мен? Мына алтыннан барлығын саған берем, ала бер. Но бірақ ауылға қайтсақ құр сөздермен мені алдауға тырыспа, мен ондай топас емеспін. Жарайды, мені сондай грязный адам көретін болсаң жақсы. Мен кеттім. Үйге барам. Кеттім? Ұялмай, қызармай кетіп баратсың ба енді? Үйге барам. Иә, үйге барасың. Енді не істеймін саған? Үйге барып жатасың күн сайын азаннан кешке дейін. Осы түк істемейміз біз. Мен түк істемеймін ба? Мен түк істемеймін ба? Мен түк істемеймін ба? Мен хотя бы қазір бір нәрсе амалын іздеуге тырысамын қазір ауылға кету үшін. Иә. Мына жерде үшінші тапсырма жоқ. Мына жерде үшінші апталар өтті. Мына жерде үшінші тапсырма жоқ. Какой-то бессмысленный жүрк мында вообще. Түк қатысы жоқ. Тапсырма жоқ. Ешқандай нәрсе жоқ. Ол кімнің кесірі? Ол кімнің кесірі? Кімнің кесірі? Сенің кесірің әрине. Мында. Мен азаннан кешке дейін ағаштардың бәрін жарып, үйге әкеліп, охота жасап, балық аулап жүрем. Ал сен үйде жатасың, ойланып, бүйтем, сөйтем, үйтем деп. Бірақ сенің меңгізген ойыңның барлығını екеуміз жинаған алмас алтын барлығын кемеге салып, мына уже жоқ кемеге міне болды. Сенің бүкіл мүмкіндіктерінен айырылдым осымен, жоқ кеме, түсініп отырсың ба? Сен соның бәрін алып жалғыз өзің қайтып келіп отыр. Ал мен осы ауылда жалғыз өзім қалам. Нота, сен тыңда. Мені алдаймын, немесе мені өзгертем ойымда деп ойлама. Сен бүгіннен бастап, түсініп отырсың ба? Маған бір ауылда өмір сүретін жерлес болып қалдың. Тек бір мағынаны білдіреді сенің атың. Все, сау. Чего? Нота, есікті аш. Мен саған бір сұрақ қоямын, тағы да бір сұрақ. Қайдасың, Нота? Нота, қашпа. Нота. Не оқ мынау? Нота, кімге атып отырсың сен тағы? Нота, атпаш, өтініш. Қолыңда автоматты алып тасташы, өтініш. Мен саған бір сұрақ қоям. Екеуміз басында қалай келістік? Мына аралдан аман есен шығамыз деп келістік па? Солай ма? Солай. Енді не кедергі бірге шығуға? Давай лучше кеме өзіміз құрастырамыз, нойдан саламыз, нойдан жасаймыз кемені. Осы аралдан кетек, бүкіл алтынның барлығын саған берем, бірақ аман есен кетсек болды. Маған ешқандай алтын. Енді саған не керек? Мына аралда қалғың келе ма сен сонда? Не деген сұрақ, досым? Мына аралда қалғың келе ма сен? Ирония, әдейі сұрап отырсың ба әлде? Күлкілі ма саған аралда жалғыз қалғың келе ма? Әлде жалғыз? Сен өз ойыңды өзің түсінбей ақ маған уже білдіріп отырсың. Жалғыз қалғың келе ма деп. Угрожение или? Угрожение жасап тұрсың ба? Қайдағы угрожение? Егер соғысты қаласаң, досым. Қайдағы соғыс? Мен соғысқа дайынмын. Менде барлық заттар бар, ұйымдастырып қойдым барлығын. Да, семен сөйлесу уже бесполезно. Бесполезно семен сөйлесу. Мен лучше сен сияқты қимылдамағаннан көрі бір нәрсе жасайын. Сандықтағы нәрселерді алып, тек мыналардың барлығын жаймен де албайын. Аты ол Нота алатын болса жаман болады. Тегінен бәрін бүйтіп алып аламын. Нотаға ештен қалдырмау керек сияқты. Ол қорқынышта чөті. Бірақ Нотаға мен жамандықты ойламаймын. Бірақ мыналардың бәрін алу керек маған. Жарайды. Так өзімнің сөмкама салып қойайын былайынан. Алмазды броняны обязательно киіп алу керек маған чөті. Ато болмайын деп тұрған сияқты. Так енді мен не істеуім керек қазір? Так мен киркаларым қайда? Так топорымды алайын, кирканы алайын, алмазный кирка тағы болу керек еді. Нота қайда? Нотамен желеп бақылап қой. В смысле? Нота! Не істеп жатсың, Нота? Неге сындырып жатсың үйді? Нота! Сенің басың ауыра ма? Енді не үйді сындыруға маған запрет қоясың ба?
өзім ремонт жасаған үйді. Өзім? Мына барлығын өзің ба істеген? На самом деле біреудің үйі мынау. Тоқтат деймін, Нота. Тоқтат. Болды. Өтініш, мен саған дым демейм, сен де маған қарсы дым істемей ақ қой. Мен деп жұмыстарымды жасап қойтайыншы. Да. Что-то странно вообще. Вообще странно. Мен жаймен деп ағашта жинақ қойт. Нота! Бұл не тағы? Мен ағашта жинақ қойтайын шамалы. Кеме жасауға, потому что бізге кеме керек. Нотадан вообще маған көмек жоқ вообще оған. Мен бір нәрсе... Нота, бұл не тағы? Еле сенің бұл приколың ба әлде? Қазір күтетіп қазір мен сөйлесейін онымен. Так, мен қарным ашып батыр, так тамақ жеп алайын бейтіп. Так. Нота! Нота! Тезірек мұнда кел. Нота! Тек осы окошкамен сөйлесеміз, айта бер. Тек осы окошкамен. Болды. Да. Еще сені дос деймін. Неге маған атып атсың сен? Неге екеуміз бірге... Бетпейнеңді қашып. Мен бетпейнемді көрсеттім ба? Кеше ғана бәрі жақсы болды. Мен ұйықтадым тек, болды. Басқа дым істеген жоқ. Мен ұйықтан тұрдым, болды. Солай ма? Ертегін айтшы басқа біреуге. Кеше меңзеп отырдым ол бәленің бәрін. Не бәленің барлығын? Мен вообще түсініп тұрған жоқпын. Маған барлығын түсіндірші. Маған бәрібір, сен түсінесің ба, түсінбейсің ба, маған қатысы жоқ оның бәрі. Сонда не істейсің сен? Енді не істейсің? Не істегің келеді енді? Не істегім келеді? Мен саған айтуға міндеттімін ба әлде оның бәрі? Міндеттімін ба, айтшы? Міндетті емес, біз екеуміз доспыз жай ғана. Мен білгім келеді просто. Жалғыз аралда қалғың келе ма деп тұрсың? Ол угрожение еме, не айтшы маған? Угрожение емес, мен саған сұрақ қойдым, жалғыз қалғың келе ме? Сенің қазір істеп отқан ісің мен білетін Нотаның ісі емес. Сен білетін Нота аралда қалып қою керек екен ғой, значит. Да, сенімен сөйлесу бесполезно. Бесполезно сенімен сөйлесу. Нотамен сөйлесу бесполезно. Оған не болды екен? Так, алтынның бәрін апашқа жерге қойып қойған. Ондай бір нәрсе жасап қойған. Не үшін өйтіп жатыр Нота? Біздің кемеміз уже өртеніп кетті. Жарайды, түн батқанға дейін шамалы ағаш жинап, материалдар жинап қайтайын шамалы. Чтобы бұл аралдан кету үшін әрине Нотаны тастамаймын әрине. Мен қанша дегенмен досым. Но енді маған енді бір нәрсе жасап жатыр ол, какой-то бірдеңе. Жарайды. Үйге қарай жақында. Жақындадым. Не айтқың келіп тұр сен? Не болды? Сонда сен мен сыртымнан мені жақсылайды екенсің осылай. Жақсылап айтады екенсің. Тамаша. Бірақ ішіңде сен мына аралда мен жалғыз өзімді қатыр жерде жалаңаш қалдырып кетуді ойланып жүрсің. Мен сондықтан да, мен бекерден бекер ашуланып жүр деп ойласаң, мен ондай топас көрме. Мен басым жасайды. Мен барлығын ұйымдастырып, өзімнің тірі қалуым үшін барлығын жасаймын, сен отсың ба? Мен еш нәрсеге қарамаймын. Ар ұят, намыс, ер жігіт, бәрібір маған не болса да. Түсінесің ба? Сен мені ақыры өлтіргің келеді екен осы аралды қалдырып, жалғыз өзімді. Мен де онда өзімнің басым үшін барлығын жасаймын. Защита үшін. Болды. Басқа айтар сөзім жоқ. Да, сонда бұны мен не айтқым келді сонда? Менімен соғысқың келе ма сонда? Екеуміз сонда мен олай деп айтқан жоқпын біріншіден. Мен олай деп айтқан жоқпын. Мен жай ғана саған өзімнің ойымды білдірдім ойлап жүрген. Искренне. В отличие от тебя. Да. Біздің Нота какой-то странный.
да. Жарайды, ағашымды жара берейін. Сосын түн батсын, түн батқаннан кейін ұйықтап, сөйтіп өшім күн көреміз. Пока мен киме жасап болғанша. Ағаш жарам дегенше уже түн батып қалыпты. Түн деген тез бататын болыпты қазір. Уақыт деген аз. Тамам жеп алайын, үйге барып ұйықтап алайын. Нота не істеп жатыр екен? Нота үйге барғанда бір сюрпризбен күтіп алмаса болды тек. Уже алмазды броня киіп алған. Как-то странно. Істеп жатыр, өзімен өзі жүр. Келдің ба ақыры? Иә, ағаш жарып келдім. Осы аралдан кету үшін бір амал жасап жатырмын, сен сияқты емес. Күлкілі. Иә, әрине саған күлкілі. Дым жасамайтын адамға. Жарайды. Енді мінезін көрсете бастадың ба? Жоқ, просто менің айтып жатқан жай сөздерім ғой. Сөз иесін табады дейді ғой қазақта. Жарайды, ұйықтаймын мен. Шынында бір странный бір нәрсе оқып қойған. Нота қайда кетіп жатыр? Желіп кетіп қарап көрейін. Жақсы. Ұйықтайын мен, жаймен деп жата берейін, жаймен деп. Ұйқы келіп жатыр уже. Так, мен жаттым.